оқушылар, бүгін бізде Қазақстан тарихынан ғұндар туралы қайталау сабағы. Сабағымыздың мақсаты ғұндар туралы білімдеріңді пысықтау, жүйелеу, ғұндардың шаруашылығын, мемлекеттік және қоғамдық құрылымын сипаттау, әлсіреу себебін анықтау. Сіздерге берілетін бірінші тапсырма. Ғұндар деген кімдер? Олардың мекен еткен жерлерін картадан көрсету. Жауабы: ғұндар темір дәуірінде өмір сүрген тайпалар. Қазақстан жеріне қоныс аударғанға дейін олар Қытайдың солтүстігінде, Монголия жерінде және Байкал төңірегінде өмір сүрген. Ал Қазақстан жеріне қоныс аударған кезде Қазақстанның шығыс аймағын Сарысуға дейінгі жерлерді алып жатқан. Екінші тапсырма. Уақыт сызығында ғұндардың өмір сүрген кезеңін белгілеу және қанша ғасыр өмір сүргенін анықтау. Жауабы: біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырдан бастап, біздің заманымыздың 4-ші ғасырына дейін 7 ғасыр бойы ғұндар өмір сүрген екен. Үшінші тапсырма. Эйлер шеңбері. Біз сіздермен ғұн мемлекетінің негізін қалаған Шаңю туралы айтқанбыз. Сол кім, билікке қалай келді, неліктен сондай амал жасады, қалай елді басқарды және нәтижесінде қандай мемлекет құрды? Осыған жауап беріп көрейік. Жауабы: Мөде ғұн мемлекетінің негізін қалаушы. Біздің заманымыздан бұрын 209-174 жылдар аралығында ел басқарған. Билікке әкесін өлтіріп келген. Елді 35 жыл билеген. Неге деген сұраққа жауабы: әкесі Мөдені мұрагерліктен алып тастады. Сондықтан дара билік жүргізу үшін Мөде билікті күшпен алады. Қалай елді басқарады? Мөде мықты әскер құрады, қатаң тәртіп орнатады, жаулап алушылық соғыстар жүргізеді. Нәтижесінде осы 6 мемлекетті бағындырған делінеді. Нәтижесінде Мөде 24 ғұн тайпаларын біріктіреді, қуатты, мықты мемлекет құрады. 4-ші тапсырма. Ғұндардың мемлекеттік және қоғамдық құрылысын кластер арқылы көрсету. Жауабы: мемлекетті Шаңю басқарды, ғұндарда әлеуметтік теңсіздік болды, жерге жеке меншік орнады, мемлекет 3 бөлікке бөлінді: оң қанат, сол қанат, орталық қанат. Құқық қорғау жүйесі дамыды, ауыр қылмыс жасағандарға өлім жазасы берілді, ұрлық жасағандардың бетін тілетін. 24 руға бөлінді, руда ақсақалдар басқарды. Жылына 3 рет мәселелерді шешетін кеңес өткізілді. Билік мұрагерлікпен берілді. Бесінші сұрақ менен, жауап сенен. Бірінші сұрақ. Ғұндардың шаруашылығын атаңдар және жауаптарында негіздеңдер. Ғұндар қашан және не себепті бөлінді? Үшінші. Ғұндар қандай мемлекеттермен қарым-қатынас жасаған? Төртінші. Ұлы қоныс аудару деген не? Және ғұндардың қоныс аудару кезеңдерін атаңдар. Жауабы: ғұндардың шаруашылығы көшпелі мал шаруашылық, егіншілік, аңшылық. Мал шаруашылығымен айналысқанын дәлелдейтін
Қытай деректері 4 түлік малды ұстап, есекте ұстаған деп жазылады. Егіншілікпен айналысқан дәлелі археологиялық қазба жұмыстар жүргізген кезде соқа, диірмен, қол диірмені, еңбек құралдары табылған екен. Дәнді дақылдар да болған. Аңшылықпен айналысқан дәлелі киім-кешектер үстеріне киетін жабайы аңдардың терілерінен жасалған дейді. Екінші сұрақтың жауабы: ғұндар біздің заманымыздан бұрын 55 жылы екіге бөлініп кетеді. Себебі ішкі қарама-қайшылық, және екінші себебі хан әулетінің қысымы. Үшінші сұрақтың жауабы: ғұндар үйсіндермен, қаңлылармен жақсы қарым-қатынас жасаған. Ғұндар қытайларға жорық жасап тұрған. Любанды бағындырып, қытайлықтар ғұндарға алым салық төлеп тұрған. Төртінші сұрақ: ұлы қоныс аудару, ол тайпалардың шығыстан батысқа қарай қоныс аударуы. Ол қонысты бастаған ғұндар. Ғұндардың қоныс аудару екі кезеңге бөлінеді. Біріншісі біздің заманымыздан бұрын 55 жылы, екіншісі біздің заманымыздың 93 жылы. Келесі тапсырма: суретте не бейнеленген және оның ғұндарға қандай қатысы бар? Жауабы: алдарыңызда тұрған сурет ұлы Қытай қорғаны. Ғұндар Қытай жеріне жиі шабуыл жасап тұрған, сондықтан ғұндардан қорғану мақсатында осындай ұзын қорған салынған. Ұзындығы 5000 шақырым делінеді. Бүгін біз өткен тақырыптарымызды қайталадық. Енді үй жұмысы. Ғұндар туралы өткен тақырыптарды тағы да естеріне түсіріп бекітіңдер.